Баяғыда білесіздер, кітапханалар болатын. Қазақ халқы СНГ әлем бойынша бірінші орында тұрса, сол кезде кітап оқудан СССР кезінде. Соның ішінде СССР-дің ішінде қазақ халқы кітап оқудан бірінші орында болған. Жұлдыз деген журнал болатын бұрын. Ағалар үлкендер жағы бетін шығар. Шопандардың өздері жұлдызды бастан аяққа оқып тастайтын. Жұлдыз. Қазір қандай журналдар оқимыз? Жұлдыздар отбасы, жұлдызбен сырласу, жұлдызбен кілең фото қарап отырамыз. Интернет қазір дамып кеткен ғой. Қазіргі балдар ертең бара-бара бірдеңе сұрайтын болсақ, сол жаңағы ұбт-ға дайындалған балдардан билет сорып оқысаң, бүкілін оқып шығасың кітаптың. Қазіргі балдар тек керек-керектерін ғана оқиды. Ан жерден, мен жерден, ертең бүйтіп айтсаң, Шыңғыс хан қай жылы туылды десе, Б нұсқасы деп тұратын шығар. Қазір интернет үйге дейін орнатып қойдық. Wi-Fi. Ол интернеттің ішінде ашып қалсаң, айналасында ғана бір суреттері, бір видеоларын білесіздер? Тіпті не іздеп жатырғанын ұмытып қаласың. Не үшін көргенді ұмытып қаласың кәдімгі бар ғой. Ана айналасына көзің түсіп кете береді, бар ғой кәдімгі. Қарамайын десең де көзің түсіп кете береді, бүйтіп қойып отырасың жаңағы. Бір қарасаң, соның ішінің бірдеңесінің ішінде жүре бересің өзің. Неғып жүрім деп қаласың өзің бір кезде. Ана видеоларды қарасаң, Пугачева похудела, жаңағы анау бірдеңе, қалай бросить сигарет, бірдеңе майлар жыбырлап жатырған әйтеуір. Енді тағы бірдеңелер бар, айтпай-ақ қояйын, білетін шығарсыздар енді. Соны біздің балдарымыз көреді. Ол балдар енді қандай болып шығады болашақта, мен білмеймін енді. Бір атамыз жаңағы интернетке отырып, ашып қалса бірдеңе көрейін деп, айналасында бірдеңелер толып тұр дейді жаңағы. Атамыз ұрысты, мынау немене бәле, мынау не көріпсіңдер, өшіріңдер мынаны деп. Сөйтіп екінші күн интернет қосып қойып қараса, андай бәле ештеңе жоқ дейді. Немересін жауап, қайда ана кешегілердің бәрі, не қылмаса не мынау, несін көресің деп жаңағы. Сондықтан да жаңағы айтып жатыр қой, балдарымыздың жалпы оқуына, балдарымыздың тәрбиесіне үйдің ішінде біз мән берсек, отбасы үйдің ішінен басталады дейді, отан отбасынан басталады дейді. Сондықтан да отбасыда балдардың не істеп жатырғанын қазір қадағаламасақ, ертең ол кеш болып кетеді ағайын. Кеш болады. Ол кезде ештеңе үйрете алмаймыз. Қазір дұрыс, барлығын жақсы істеп жатыр. Қазір тіпті соңғы кезде темекілерді көрдіңіздер ме? Сыртындағы суреттерін. Баяғыда темек таңдап тұратынбыз, қазір суретін таңдап тұрамыз дейді. Неше түрлі суреттер қойып қойған енді. Ол да дұрыс шығар деп ойлаймын жалпы.